Әрине мен нарықтағы қазіргі таңдағы акцияларды көрсетемін. Нарықта уже 3-4 айда беру проценті жоғары компанияларды. Бірақ түсіну керек нәрсе сіздер тараптан бұл нақты прям инвестициялық рекомендация емес. Әр адам өзінің тәуекеліне байланысты бұл компанияларды алу керек. Яғни сіздің портфеліңізде белгілі бір бөлік процентімен алыну керек. Егер бүкіл портфельге алсаңыздар, әрине портфельдің процентіне әсер етеді жоғары деңгейде. Сіздер ол нәрсені ескерулеріңіз керек. Так что ол нәрсені де бұл нағылған кезде ескеріп қойыңыздар. Тұтаңыздар, бір нәрсені өшіріп тастай салайын, шешпеу үшін. Кеттік. Бірінші компания барлықтарыңыз білетін Мета деген компания. Бүгін біз сіздерге екінші 90-дағы есебін көрсетеміз. Жалпы компания не үшін алдағы уақытта қызық, сол бойынша да сіздермен айтып өтетін боламыз. Біріншісі әрине Мета компаниясы. Қазіргі таңда Мета компаниясын біз егер график түрінде көретін болсақ, Мета компаниясы біртіндеп $574 құлады. Алдында сіздер білесіздер, компания даже 650-ге дейін өсті. Бұл жерде біз даже прибыль таптық бұдан. Қазір бұны біз бірнеше рет кіріп жатырмыз бұл Метаға. Бүгінде сіздерде аналитикалық каналда бұл компания бойынша тоже сатып алғанымызды көрсеттік. Не бойынша жалпы публичный портфельге қазір тоже көрсетіп жатырға. Соны $574 осы ғана жақындағаны сатып алып. Енді қараңыздар, бұл компания қазір нарықта бағаланбай тұрған компаниялардың бірі. Бірақ осы соңғы кварталдағы отчеты нашарлау шықты. Мета компаниясының оны мына жерден көре аласыздар, деген қызылмен белгіленіп тұр. Яғни квартальный отчеты бұның соңғы отчеты нашар болып шықты, бірақ компанияда ешқандай нәрсе өзгерген жоқ. Барлығы жақсы деңгейде. Және де технический анализді кішкене түсінетін адамдар біледі. Мына жердегі барлығы қазір үлкен бұл компанияны сатып алулар өте қатты жүріп жатыр. Яғни болашақта бұл компанияның потенциалы өте қатты жоғары. Өте қатты жоғары. Енді біз отчеттарына келек. Примерно. Соңғы квартальный отчетта егер біз қарайтын болсақ, түсімі 28%-ке өскен. 28%-ке, яғни 68 миллиард теңге жасаған. 2025 жылмен салыстырған кезде 2025 жыл 47-52 миллиард жасаған. Шығындары тоже көбейіп жатыр. Шығындар барлық үлкен компанияларда көбейіп жатыр. Ол не себепті? Өйткені қазір AI рынок не бумы болып жатыр. Соған байланысты өте үлкен шығындар жұмсап жатыр компаниялар. Өте үлкен шығын жұмсап жатыр. Соған байланысты шығыны да артқан. 42 миллиардқа артқан. Яғни алдыңғы 2025 жылдың несімен салыстырған кезде. Екінші 90-мен салыстырған кезде. Бұл кезде 27 миллиард жұмсаған, қазір 42 миллиард, почти 2 еселеген. Операционный маржасы бар, яғни бизнестің өзінің маржасы, ол пайдасы 18 миллиард теңге қалған, яғни 68 миллиардтан 18-78 миллиард қалған. Ал алдыңғы жылы нандай өсім болса да 20-да 44 миллиард қалған. Бұл екінші 90 бойынша сөйлесіп жатыр. Таза пайдасы тоже төмендеген. Осы екінші кварталда 18-де 34 болған 2025 жылы, ал 2026 жылы 15-85 миллиард болған. Тоже бір акцияға келетін пайдасы да төмендеді. 6-18 доллар, нақта 7-14 доллар болған. Бірақ түсіну керек нәрсе, компанияның жалпы выручкасы 28%-ке өскен. 28%-ке өскен. Әрине шығындар барлық компанияда өсіп жатыр. Ол нәрсе түсінікті, өйткені дата центрлер соғып жатыр, қосымша соның барлығына өте үлкен ақша жұмсалып жатыр. Бірақ пайдасы 14%-ке осы екінші 90-да төмендеді деп айтып қояқшы. Енді түсім туралы айтып жатыр, түсім бастаян өсіп жатыр, көріп тұрсыздар. Операционный маржасы 2025 жылдың екінші 90-да 43% болған. Ол достаточно үлкен шама. Енді қазір 31%-ке түсті. Яғни операционный маржа деген білетін шығарсыздар, таза бизнесте келетін маржасы болады, проценті. Бүкіл нелерді алып тастағанда, себестоимостьін алып тастаған кезде, адамдарға беретін жалақысын барлығын алып тастаған кезде, содағы процентін шығаруға болады, сол проценті 31%. Ал 2025 жылдың екінші 90-ында 43%-ті көрсеткен. Яғни ол достаточно үлкен
маржа болып есептелінеді. Келесі нәрсе, бұл бойынша түсіну керек нәрсе, екінші тоқсандағы жарнамадан түседі. Әрине оны білесіздер. Яғни сіздер бүкіл метаны ашқан кезде ол жерде Facebook бар, ол жерде Instagram бар, ол жерде Threads бар, ол жерде WhatsApp бар. Олардың барлығында жарнама жүреді. Сол жарнамадан түскен ақша, таза түскен ақша 59 миллиард, қалғаны тағы қосымша бизнестердің услугасына кеткен ақша болып есептелінеді. Одан кейін тағы бір сектор бар, метаны бақылайтын адамдар біледі, ол кәдімгі очкилерді біледі шығарсыздар, VR очки, Air очки деген нәрсені, яғни виртуальный измерениеге кіріп, сол жерде адамдармен сөйлесіп, алыста отырған адамға хабарласып, кәдімгі сенің қасыңда отырған сияқты адам сияқты көрсетеді ана очки. Сонымен сөйлесу арқылы, бұл қазіргі дамып жатқан несі, Reality Labs деген сол. Түсінесіздер ғой, осы сектор тоже қазіргі таңда минусовой сектор болып табылады. Бұл жерде түскен ақша 0,43 миллиардты көрсеткен, бірақ шығын, операционный шығын именно сол жақтан 4,62 миллиардты көрсетіп жатыр. Бұл енді алдағы уақытқа қойып жатқан бұл компанияның рискі, яғни алдағы уақытта виртуальный реальность арқылы адамдарды оқыту, ақпарат алу, жаңағы VR очкилеріне AI қосайын деп жатыр. Кәдімгі просто отырасыздар да кез келген объектке қарайсыздар, сол объект туралы полный ақпарат береді, полный соны жүзеге асыратын очки болып табылады. Сондықтан ол да қазіргі таңда болашаққа қойып жатқан продукция. Оны түсінесіздер деген ойдамын. Яғни бұл метаның ең үлкен екі сектор болып табылады. Бірінші продуктысын барлығы қолданылады. Бұл нәрсені түсінікті. Бұл продуктқа қазір қарсы продукт ешқандай жоқ. Соперник те особо жоқ. Әрине бар, Google сияқтылар, но в целом ол барлық мемлекетте емес. Енді қараңыздар, ол нәрсені түсіну үшін біз жаңа не туралы айтып кеттік, таза пайдасы туралы айттық. Таза пайдасы 15,85 миллиард болған, екінші тоқсанда 18,34 миллиард, яғни 14% төмендеген түсінікті. Ол нәрсені де түсіндіріп өткені AI-ға кетіп жатқан шығын тоже артып жатыр. Енді пайда деген бір нәрсе, ақша ағыны деген нәрсе бар. Яғни компанияның қолында қалатын ақшасы бар. Сол еркін ақшасы тоже азайған. Қазіргі таңда 2026 жылдың екінші тоқсанында 784 миллион доллар ақшалар бар. Ал осы 2025-тің екінші тоқсанында 8,55 миллиард ақшасы болған. Ол да азайды, оның барлығы тоже дата-центрлер соғуға кетіп жатыр. Түсінесіздер ғой, дата-центрлер соғуға кетіп жатыр. И ол алдағы уақытта дата-центрлерді тоже қосымша пайда ретінде көретін болады. Ол бойынша қазір білесіздер, Amazon'да және Microsoft'та ол нәрсені жүзеге асырып, сол бойынша ақша тауып жатыр. Енді мета кішкене кейінірек бастаған, сондықтан ол бойынша да артынан қосылатын болады. Енді аудиторияны қараңыздар. Аудиторияны осы екінші тоқсанда 2026 жылдың жақында ғана болды. Соның несінде 3,6 миллиард адамға жеткен күнделікті қолданатын адамдар. Түсінесіздер ме? Метаның жаңағы продукттарын, Instagram болсын, Facebook болсын, тағы да басқаларын, күнделікті WhatsApp'ты қолданатын адамдардың саны, күнделікті қолданатын адамдар саны 3,6 миллиардқа жеткен. Яғни бұл адам саны, қолданатын адам саны күнделікті артып жатыр деген сөз. Сосын бір қолданушыдан түсетін табыс артып жатыр. Жаңа айттық, қанша екен. Енді екінші тоқсанда әр қолданушыдан 16 доллардан табады. Ал 2025 жылы 13 доллардан тапқан әр қолданушыдан. Бұл тоже өте жақсы көрсеткіш, өйткені оны тек қана просто так қолданбай деген адамдар, яғни оған ақша төлеп жатыр. Бірақ ең үлкен ақшаны әрине бизнестерден келетін ақша, жарнамадан келетін ақша екен түсінікті. Енді келесі нәрсе. 2026 жылы жаңартылған болжам бойынша үшінші тоқсанда әрине 61 мен 64 миллиардқа дейін көтергісі келіп жатыр. Бұл компанияның шығындар тоже көп болады, 165 пен 169 миллиард. Бұл шығындардың барлығы дата-центрлерге, яғни күрес болып жатыр қазір, үлкен күрес дата-центрлерге байланысты, және ол дата-центрлер болашақта өте үлкен прибыль алып келеді. Сондықтан қазіргі таңда Мета болсын, Google болсын, Amazon болсын, барлығы осы дата-центрлер соғып жатыр. Соған байланысты шығындар достаточно жоғары болады. 65-169 миллиардқа дейін жұмсағысы келіп жатыр 2026 жылы. Оның ішінде мынау барлық шығындар капекске деп жатқан, именно жаңа дамытуға жұмсалатын шығындар 145 миллиардқа дейін кетеді.
Одан бөлек салық мөлшері кішкене көбейіп жатыр екен, 15 пен 17%-ның арасында. Бір жағынан тоже әсер еткен факторлардың бірі осы салық мөлшері болған. Соған байланысты түсім не таза прибыль соған байланысты азайған. Түсінесіздер ғой, иә? Прибыль азайған. Енді жалпы келетін болсақ, көріп тұрсыздар, түсім 28%-ке өсті. Жақсы көрсеткіш. Адамдар саны, күнделікті қолданылатын адамдар саны 3,6 миллиардқа көбейіп жатыр. Шығындар тоже артып жатыр, операционный маржасы төмендеген. Капекс деген жаңа айтып өттік, дамытуға кететін ақшалар тоже артып жатыр. Бірақ жарнамаға түсетін EI деген просто так емес қой олар. Түсінесіздер ма? Жарнамаларын күшейтеді, адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатады, жақсы продукттарын сатуға көмектеседі. Яғни бұл нәрсенің барлығы қазір EI-дің бүкіл продукттарына енгізіліп жатыр. Енді ең басты нәрсе ол жаңа капекс кеткен ақшалардың қаншалықты қашан тез қайтатыны. Сол бойынша қана қиындықтар бар, және де налог бойынша кішкене қиындықтар бар. В целом компания өзін өте жақсы сезініп жатыр. Енді айтып кететін нәрсе бұл жерде мета бойынша, PNI-ін қараңыздар. Қазіргі таңда 22 PNI беріп жатыр. Бұл достаточно жақсы именно бұл сектор үшін. И алдағы уақыттағысы PNI-сы 17-ге түседі. Бұл деген сөз компанияның прибілі тоже артады деген сөз. И және де бір акцияға келетін пайдасы почти $34 көтеретін болады. Бұл келесі осы бір жылға болжам. Түсінесіздер ғой, иә? И айтып кететін нәрсе, жаңағы біз графикті көрген кезде сіздер примерно түсіндіңіздер, не үшін мета қатты көтерілмей жатыр. Өйткені мына жерде көріп тұрсыздар, капекс өте жоғары болып жатыр, түсінесіздер ғой, иә? Соған байланысты қазір осы аралықта, ол аралық 700 бен көбінесе 520-ның аралығы, осы аралықта достаточно бұны үлкен инвесторлар, фондтар жинап жатыр акциясын. И ол скоро көтеріледі компания. Түсінесіздер ғой, иә? Даже $700 дейін көтерілсе де, сіздер өздеріңіздің 20%-теріңізді спокойно аласыздар. Бірінші болжам, және бұл болжамды біз айтып отырмын ғой, иә? Мен өзім портфеліме де, және публичный портфельге де бұл компанияны біз қазір жинап жатырмыз. Бұл бірінші компания. Давайте жазып кетіңіздер, түсінікті болды ма сіздерге? Мета бойынша түсінікті болды ма? Енді мен толық айтпаймын, достар, түсінесіздер ма? Өйткені сіздердің рисктеріңізді қандай екенін толық білмеймін. Мынандай бағада, мынандай дұрыс болады деген сияқты рекомендация толық бұл жерде бермейді. Бірақ компания ретінде сіздер бұны қарастырасыздар. Бұл компания бойынша түсінікті ма? Мета бойынша жазып кетіңіздер, сіздерге түсінікті болды ма? Давайте жазып кетейік. Қалғандарыңыз. Чатқа жазып жіберіңіздер, мета бойынша түсінікті ма? Түсінікті деп жатыр. Қалғандарыңыз. Түсінікті, Әлиге түсінікті болып жатыр. Айсұлу ханымға түсінікті, қалғандарыңызға түсінікті ма, түсініксіз ба? Метаны енді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, метаның продуктысын. Біз просто метаны барлықтарыңыз білесіздер, бірақ жағдайын, финансовый жағдайын көп адам біле бермейді, не болып жатқанын. Біз соны қазір түсіндірдік сіздерге. Екінші компания Uber деген компания. Бұны да білесіздер, біздегі Яндекс таксиге ұқсайтын компания. Почти соның несі, баламасы. Енді біз Uber туралы айтатын боламыз. Бірінші Uberдің біз толық қарап өтсек, несін, графигін. Uber 2025 жылы өте жақсы өсті, көріп тұрсыздар. Қазіргі таңда сол сентябрь айынан бастап, алдыңғы жылдың сентябрь айынан бастап бұл құлауды бастаған. Ол кезде бұл акциясы почти 105-110 тұрған, доллар тұрған. Одан бері бұл акция өте қатты құлады, Uber'дің акциясы. Бір орында почти февраль айынан бастап, август айына дейін бұл компанияның акциясы почти қозғалмады. Uber компаниясының акциясы. Әрине бұл компанияны мен оған дейін ешқашан берген жоқпын, чатта да жазбадым. Өйткені бұл компания осыған дейін әрине қиындықтар болды. Менде бұл компания қайтып қызығушылық тудыра бастады.
түсінесіздер ғой, иә, қызығушылық тудыра бастады. ә, сондықтан қараңыздар, оны мына жердегі үлкен консолидациядан көруге болады. Бұл достаточно үлкен, яғни үлкен фондтар бұның акциясын жинаған, компанияның акциясын. Енді Uberдің акциясы алдағы уақытта менің болжамым бойынша өседі деген болжам қойып жатырмын. Оған енді сіздер не үшін екенін сіздерге қазір түсіндіріп өтеміз. Екінші нәрсе, қаржылық көрсеткіштері компанияның. Біріншісі, түсім 12,65-тен 14,19 миллиардқа артқан. 2025-тің екінші тоқсаны мен 2026-ның екінші тоқсанын салыстырамыз бұл отчетта, және өсіп жатыр. EBITDA деген нәрсе бар, тоже өсіп жатыр, 2,82, бірақ таза пайдасын бірден қарай берсеңіздер болады. Таза пайдасы 2,39 миллиардқа өскен алдыңғы жылмен салыстырғанда. И ақша ағыны тоже 2,8 миллиардқа артқан. Және бір акцияға келетін пайдасы тоже 0,81-ге артты, 0,63 доллардан. Енді Гроссбук деген не айтқанда, бұл компания тек қана таксимен айналыспайды. Бұны Яндекстің ішіне кірген кезде сіздер білесіздер, ол жерде өте көп продукттар бар. Яғни ол жерде жеткізу бар, ол жерде басқа магазиндермен серіктестік бар, товар тасымалдау, сосын жаңағы алыс қашықтыққа таксилер бар, қаланың ішіндегі таксилер бар, яғни соның барлығы кіреді Гроссбуктың ішіне. Түсінесіздер ме, иә? Сол жалпы алған кезде клиенттердің жұмсайтын ақшасы. Түсінесіздер ғой, иә? Яғни клиенттердің платформада төлеген ақшасы. Яғни сіздер Яндекстің таксидің ішіне кірсеңіздер, тек қана такси үшін төлемейсіздер. Жаңа не заказ бересіздер, товарлар заказ бересіздер, солар тасымалдаумен айналысасыздар, тамақ заказ бересіздер. Осының барлығы, яғни клиенттер бір платформаның ішінде ақша төлеп жатыр деген сөз. Сол сіздерде қазіргі таңда 58 миллиардқа жеткен. 2025-дің екінші тоқсанында 46 миллиардқа көрсеткен. Енді оған қарағанда қайда өсіп тұрған көріп тұрсыздар, иә? Бірақ түсіну керек нәрсе, бұл 58 миллиардтың 14 миллиарды осы Uberге тиесілі. Қалған ақша оның серіктестеріне тиесілі болады. Өйткені сіздер Яндекске кірген кезде тек қана оны Яндекстің өзі алмайды ғой. Жаңағы сол товарды беретін серіктестер, оларға да қосымша ақша түседі. Сондықтан 14 миллиарды осы Uberдікі болады да, қалғандары басқа серіктестерінікі. Бірақ түсіну керек нәрсе, яғни платформада өте үлкен ақша төленіп жатыр деген сөз. Бұл достаточно үлкен ақша. Енді жалпы екі түрлі қызмет атқарады. Біріншісі жеткізу, екіншісі delivery деген жеткізу, mobility деген сіздерде күнделікті такси қызметтері. Delivery деген жаңа курьердің қызметтері, солармен айналысады. Екінші тоқсан 2025 жылы қараңыздар, такси қызметтерінен, және таксидің ішінде біраз қызмет бар, оны біліп тұрсыздар. Содан 28 миллиард, 28,5 миллиард ақша түскен. Ал 2025 жылы 23,76 миллиард түскен. Ал жаңағы жеткізу қызметі, курьер қызметі, тағы басқа қызметтерден 27,17 миллиард түскен, мына жерде 21,73 миллиард түскен. Яғни бұл секторлардың барлығынан өте жақсы өсім көрсетіп жатыр деген сөз. Такси қызметі 20%-ке, және жеткізу қызметтері 25%-ке өскен екен. Түсінесіздер ғой, иә? Яғни бұл жақсы көрсеткіш екен көрініп тұр. Аудитория мен сапар саны, қараңыздар енді. Мына сапарлар саны осы мына аралықта 386 миллиард болған ғой. Мысалы сіздерде бір қыласыздар ғой, сіздер такси заказ бересіздер, ол сіздерде бір сделка болады да. Сондайдың 386 миллиардын жасап тастаған ғой. Түсінесіздер ме? Вот. Осындай қызмет. Яғни 200 миллион айлық белсенді клиент бар. 200 миллион, өзіңіз ойлаңыздар, Uberде. Сұмдық қой, сонда. Енді еркін ақша ағыны, EBITDA туралы айттық. Жаңа еркін ақша ағыны, ол сіздерде жасыл, мына жерде компанияның қолында қалатын ақшасы 2026 жылы екінші тоқсанында ол өскен. Көрдіңіздер ме? 2025-ке қарағанда. Яқта 2,48 миллиард болатын болса, мына жерде 2,8 миллиардқа артқан екен. Ол да жаман емес, өте жақсы көрсеткіш. Компанияның өзінің ақшасы көбейіп жатыр деген сөз. Клиенттер көбейіп жатыр деген сөз. Енді тағы бір өте қызық жағдай, қараңыздар. Delivery Hero деген нәрсе бар. Соны сатып алғысы келіп жатыр қазір Uber. Бұл қандай, яғни Delivery Hero деген. Сіздер Glovo деген нәрсені біле жүрсіздер, иә? Glovo, сіздер күнделікті қолданатын. Соның ішіне осы Glovo деген компания, осы Delivery Hero-ның ішіне кіреді.
не только бұл ғана, Glovo ғана, басқа да түрлері өте көп оның басқа. Бірақ соның барлығы бірігіп осы Delivery Hero'ның ішіне кіреді. Енді Uber осы компанияны сатып алғысы келіп жатыр екен. Әлі толық жабылған жоқ. 2027 жылы жабылады. Соған 14,8 миллиард ақша жұмсайын деп жатыр. Түсінесіздер ма? Ақша жұмсайын деп жатыр Uber. Сол арқылы өздерінің басқа мемлекеттерге кірулерін көбейтейін деп жатыр Uber. Бізде жоқ қой енді. Ал именно соның ішінде именно Қазақстанда бар. Қазақстанда осының ішіне кіреді. Енді скоро бізге 2027 жылы Uber келуі мүмкін, және ол жүзеге асуы мүмкін. Түсінесіздер ғой, иә? Ол қосымша бұлардың қазіргі кеңейтіп жатқан нелері, көліктері. Одан кейінгісі робот такси деген нәрсе бар, иә? Сіздерде қазіргі таңдағы робот такси деген, яғни жүргізуші қажет емес, жаңағы роботтармен барлығын адамдардың кез келген жерге жеткізіп жатады. Соны қазіргі дамытып жатыр. Бұл просто так дамытпайды. Uber деген компания, яғни ондай көліктерді өздері жасамайды. Оның ішіндегі роботтарды өздері жасамайды. Бұл просто сондай жасайтын компаниялармен серіктестік орнатады да, соны өз приложениесінің ішіне енгізеді. Түсінесіздер ғой, иә? Өйткені бұларда өте көп адамдар бар, клиенттер өте көп, ал ана компаниялар үшін клиенттер керек. Ал бұл клиенттер жасап береді. Сол арқылы серіктестік жасау арқылы көп ақша тапқысы келіп жатыр. Бұны қалай жұмыс жасайды? Давайте міне жаңағы робот таксиді жасайтын нелер, роботтар, ішіндегі бүкіл технологиясы, соны жасайтын компанияларды, міне AV компаниялар. Сосын жаңа көлікті жасайтын компаниялар бар, мынау ішіндегі технологиясын жасайтын компаниялар. Соның барлығына Uber'дің платформасына кіргізеді, ал Uber оған клиентпен тапсырыс жасап береді, және маршрут жазады, және флот операциясын жасап береді. Түсінесіздер ғой? Зарядтау, анау мынау барлығы осының ішіне кіреді. Мына көліктерді. Соның жүйенің барлығын осы Uber береді, қалғандар ана жүйені береді. Сөйтіп серіктестік орнатып, қосымша ақша тауып жатыр. Және бұл нәрсе өзі жүзеге асып жатыр. Ол жүзеге асқан жерлер Абу-Дабиде, өзі Сауд Арабиясында, сосын Япония мемлекеттерінде уже осындай серіктестіктер бар, олармен уже жұмыс жасап жатыр. Алдағы уақытта бұл саланы өте қатты дамытқысы келіп жатыр. Енді қорытынды айттық қоя, және Bookings деген платформаның ішінде қолданылатын адамдар саны тоже өсіп жатыр, сапарлар саны тоже өсіп жатыр, күнделікті заказ беретін адамдар саны асып жатыр, аудиториясы артып жатыр, ақша ағыны артып жатыр. Яғни курьермен байланысты Delivery жеткізу қызметтер сегменттері өсіп жатыр. Оның барлығы керемет. Енді Delivery Hero'ны сатып алып, 2020 осы 26-да сатып алады, 2027-де оны аяқтайды. Бұл енді бір жағынан плюс, бір жағынан минус. Өйткені географияны арттырады, басқа мемлекеттерге, Орта Азия, мына жердегі оңтүстік Америка, сол жақтан барлығына кірейін деп тұр. Бірақ именно қарыз, яғни көп ақша жұмсағаннан кейін қарыздың интеграциясын көбейтеді. Көп ақша жұмсайды да, өйткені. Яғни ақша ағынын азайтатын секторлардың бірі осы болып табылады. Сосын робототакси, түсінесіздер, иә, бұл жақта өте жақсы дамытып жатыр қазіргі таңда. Бірақ тәуекел де бар, тәуекелдері бұның Waymo деген және Tesla бұның бәсекелестері болып жатыр. Өйткені Waymo деген Google-дікі, білесіздер, иә, Google-дың платформасы. Бұлар да дамытып жатыр қазір. Сосын Tesla тоже бұл секторға дәлеп кіріп жатыр. Бірақ именно бұл сектордың ең главный негізгі монополисті деп айтсақ болады қазіргі таңдағы Uber болып табылады. Түсінесіздер ғой, иә? Яғни екінші компания мен қазіргі көріп отырған және технический жағынан, фундаменталды жағынан өте жақсы болып тұрған компания бұл Uber. Түсінесіздер ғой, иә? Қазіргі таңда PNE 17-ні құрап тұр. Бұл өте жақсы көрсеткіш, және де компания акциясы біртіндеп өсіп жатыр. Оны да сіздер ескеріп қойыңыздар. Давайте жазып кетіңіздер, қалай түсінікті болды ма Uber бойынша? Бұл компанияны бұлай жұмыс жасайды деп ойладыңыздар ма осыған дейін? Тоже жазып кетіңіздер. Содан кейін үшінші компанияға өтетін боламыз. Жазып кетіңіздер. Не бойынша? Екінші компания бойынша түсінікті болды ма сіздерге? Чатқа жазамыз, чатқа. Samsung түсінікті деп жатыр, иә? Тереңдетіп түсінікті 77-тен қаншаға дейін өседі примерно дейді. Қазіргі давайте сол бойынша айтып кетейік.
жетпіс жетіден 85 пен 90-ның арасында өседі ғой. Түсінесіздер ма? 90-ға дейін негізі бару керек 3-4 айда. Ол қазір где-то 16-17% қой. Түсінесіздер ма? ақш-та шыққан компания. ақш-та шыққан компания. ETF-тері жоқ, бірақ ETF-тердің ішіне кіру мүмкін. Бірақ бұл кәдімгі өзі отдельный компания, өзі $77 тұрады. Оценка қараңыздар. Қазіргі таңда бірінші әрине точка $90. Түсінесіздер ма? $90 жетсе, где-то бұл компания сіздер 17%, 18% аласыздар. Бұл алдағы шайға болжам. Түсінесіздер ма? Ол любой уақытта болып кетуі мүмкін. Ол бір айда болып кетуі мүмкін, ол бір жарым айда болуы мүмкін, бір аптада болып жатқан нелер бар. Алдында біз микрон туралы айттық, чатта білесіздер. Тоже сатып алдық, оны көрсеттік. Ол где-то бір айдың ішінде жасады. Даже оны мен кішкене жоғарықтан алдық. Бірақ өз портфельдерімізде оны вообще төмен бағадан алдық негізі. Ол жерде 18, почти 18-20% берді бір айдың ішінде. 4-5 жылға болжау деген кішкене қиындау. Түсінесіздер ма? 4-5 жылға болжау кішкене қиындау. Пока мен өзім бұл компанияларды бір жарым, 2 жылға қарастыруға болады деп ойлаймын. Бірақ отчеттарына байланысты. Түсінесіздер ғой, иә? Неге инвестицияда бұндай компанияларды постоянно отчеттарын тексеріп отыру керек. Өйткені жаңағындай кейбір кейін жаңалықтар болып қалса, сол кезде компанияның акциясы белгілі бір мөлшерге құлайды. Сол мөлшерден кейін ары қарай қанша процентке өсе алады, уже риск өзгереді да. Түсінесіздер ма? Риск өзгереді. Ол нәрсені тоже ескеру керек. Трейдинг туралы емес бұл, достар. Барлығы негізі фундаменталды анализге негізделген. Әрине технический жағын біз тоже қарастырып кетеміз. Технический жағын. Екеуі бірге ғой, бірге. Бірақ менің түсіндіретін нәрселерім барлығы күрт тұстар, көбінесе фундаменталды анализге негізделіп, компанияның өсімін анықтаймын. Түсінесіздер ғой, иә? Алдағы неде осы? Uber бойынша. Енді келесі Netflix компаниясы. Netflix-ті тоже білетін шығарсыздар, иә? Netflix компаниясы қазіргі таңдағы тоже интересный компаниялардың қатарына кірді. Табу жолы контенттің ішіне барлығы кіреді. Күнделікті сіздердің телевизорде қосып жүрсіздер ғой, ішіне кірген кезде барлық нәрсе бар да, соны сатып аласыздар. Google-дағы сіздер немен сатып аласыздар, бір айлық несін. Дәл солай Netflix-ке де тоже сөйтіп сатып алады, бүкіл ақпараттар беріледі, соның ішінде аудиториясы өте көп, яғни жазылымын аласыздар сіздер, жазылымын. Ол жерде жарнама жүреді, барлығы жүреді, сол арқылы бұл табады Netflix. Соңына түскен ақшаны қайтып инвестициялайды. Бұл да сіздерге толық түсінікті деген ойдамын, иә? Енді қаржылық көрсеткіштеріне келсек, 2026 жылы көрсеткіштер 12,56 миллиард ақша тапқан, және 2025-ке қарағанда жоғарылаған. Операционный маржасы тоже артқан, яғни бизнестің түсетін таза бизнестің пайдасы 4,19 миллиард, яқты 3,77 миллиард. Таза пайдасы 3,4 миллиард, яқты 3,13 миллиард. Бірақ түсіну керек нәрсе, қазіргі EI рыногында тоже шағындар азайған, 2025-ке қарағанда 1,53 миллиард. Бірақ акциясына келетін пайдасы артқан. Таза пайдасы тоже артқан. Өйткені қосымша инвестиция жасап жатыр бұл компания тоже. Маржа жоғарғы деңгейде, яғни сіздерде операционный, яғни бизнеске қалатын ақшасы, операционный прибыль дейді ғой, соның проценті 33% көрсетеді. Яғни бүкіл шығындарды почти алып тастаған кезде компания қалатын процент 33% деген сөз. Ал таза пайдасы, қолына қалатын ақшасы, бүкіл түскен ақшадан қолына қалатын ақшасы проценті 27,1% көрсетеді. Түсінесіздер ғой, иә? 27,1% көрсетеді. Енді барлық аймақта екі таңбалы өсім бар деген. Енді қараңыздар, мына жерде УКАН деген сіздерде көбінесе Америка мен Канада мемлекеттері, мынау Европа мемлекеттері ең көп түсім түсіретін. Әрине бұл
Америка мен Канада мемлекеттерінде өте көп қолданады. Ол жерден түсіп жатқан түсім 5,43 миллиардты көрсеткен. Ал Европа сияқты мемлекеттерден түскен ақшасы 4 миллиард ақшаны түсірген. Давайте сұрақтарға сосын соңында жауап берейік. Одан кейін Латын Америкасы бар тоже. Ол жақтан 1,58 миллиард ақша түскен. Сосын біздегі Орта Азия бар, былай айтқанда. Бұл жерден 1,1 миллиард ақша түскен. Түсінесіздер ғой, барлық мемлекетте бар. Әр мемлекетте өзінің бөлінген несі бар. Бірақ барлық мемлекеттен де жаман емес көрсеткіш көрсетіп жатыр. Түсінесіздер ғой, жаман емес көрсеткіш жатыр. Әсіресе Латын Америкада 21%-ке артқан, Европада 14%, Америкада 10%-ке артып отыр. Оның барлығы жақсы өсім көрсетіп отыр. Бұны жазылуына жазылымын сатып алатын адамдардың саны артып жатыр. Аудиторияның белсенділігі өсіп жатыр, көріп тұрсыздар, 44 миллиард сағат, 97 миллиард сағат, 97. Аудиториясы 1 миллиард адамға жеткен, және қолданатын адамдар саны Netflix-тің. Яғни бұл да өте жаман емес көрсеткіш. Жарнамадан түскен ақша сіздерде тоже артып жатыр. 2025 жылы 2026-ға 3 миллиард қойып жатыр қазір. 2025-те 1,5 миллиард, яғни 2 есе арттырамыз деп жатыр. Оған байланысты AI-дің тоже нелерін енгізген, яғни олар өздері жарнама көрсетіп, өздері сату барлығы соның ішіне кіріп кетеді. Netflix Ads Suite деген сол. Настрой, как Google сияқты сіздерге көрсетеді, сол адамдардың қайсысы қызығып жатыр, оның барлығын аналитикасын шығарып, сол адамдарға жарнама ұсыну арқылы сатады. Сол арқылы қолындағы ақша ағыны сіздерде 2026 жылы қазіргі таңда 1,53 миллиард ақшасы бар. 2025 жылы әрине көптеу болған, айттым, қосымша ақша жұмсап жатыр тоже. Бірақ осы жылда 12,5 миллиардқа көтереміз дейді, соңына дейін. Енді ол кішкене невозможный болатын шығар, бірақ сонда да жаман емес көрсеткіш. 2026 жылы 51 мен 51-де 4 миллиардқа артықсы келіп жатыр түсімді 3-ші тоқсанда. Операционный маржасы 31,5 артқан. 2026 жылы жарнама бойынша 3 миллиард, 3-ші тоқсанға түсімді где-то 12,86 миллиардқа артықсы келіп жатыр. Ол да тоже жаман емес көрсеткіш. Түсінесіздер ғой, Netflix бойынша. Netflix-тің біз несін көрдік па? Netflix-тің көрмеппік, Netflix-тің көрмеппік. Тоқтаңыздар. Енді сапалы өсу жалғасып жатыр. Бірінші түсімді көріп тұрсыздар, операционный маржасы өсіп жатыр, бір акция келетін пайдасы артып жатыр. Табыстылық деңгейі артып жатыр. Бұл деген сөз шығынға кететін ақшаны өте жақсы басқарып жатыр деген сөз. Барлық аймақта көбейіп жатыр, жарнама түсімі артып жатыр, 3 миллиардқа дейін артқысы келіп жатыр. Негізгі тәуелдік елдер әрине жаңағы AI-ға кететін шығын, сосын контенттердің құны, сосын бәсекелестері тоже бар, соларға қосымша ақша кетуі мүмкін. Түсінесіздер ғой, Қазір біз сіздермен Netflix-тің көріп жүрейік, тоже қызықты жағдай. Netflix. Сіздерге көрініп тұр ма? График көрініп тұр ма? Жазып жіберіңіз, маған чатқа жазыңыздар. Netflix көрініп тұр ма? Енді біз фундаменталды жақты көрсеттім сіздерге. Қараңыздар енді. Бұл акцияны тоже біз осы уақытқа дейін айтпадық, по идее. Біз оны енді айтып бастадық. Өйткені бұл компания енді қызық точкаға келді, именно технический жақтан. Бұл почти на нүктеге келді, $76 дейін. Осы шыңында $135 болған, бұл түсінесіздер ме? $135. Өте үлкен сума болған. Енді қазіргі таңда 75, почти соңғы неде достаточно жоғары құлады бұл. 2025-тен 2026-ның аралығында. Қызығушылық енді басталды бұл компанияға. Түсінесіздер ғой, Неге қызығушылық басталды? Өйткені соңғы кварталдағы отчеттардың барлығы, аналитиктердің болжамдарының барлығынан асып түсіп жатыр. 1, 2, 3 квартал бойы қазір жақсы отчет көрсетіп жатыр компания. Енді алдағы уақытта қазіргі $76-дан $109-ға дейін көтерілетін оценка бар. Түсінесіздер ғой,
$76-$109 дейін. Ол бірінші нәрсе. Түсінесіздер ғой, қазір осы жақты қарастырсаңыздар болады. Как бір компания ретінде. Әрине құлау тоже бар. Құлауы где-то 70 пен 65-тің арасында болады. Бірақ ол критичный емес. Егер дұрыс портфельде дұрыс қойсаңыздар, дұрыс усреднять етсеңіздер, сіздер даже одан да жоғарғы процент алуларыңыз мүмкін. Давайте енді айтып өтіңіздер. Нормально сіздерге бұл компания бойынша түсінікті болды ма? Netflix бойынша. Қазір бұл сектор не үшін қызық болып жатыр? Өйткені AI рыногы басталып жатыр. Достар, түсінесіздер ме? AI рыногында енді контенттерді шығару, көрсету, оның барлығы енді дамиды бұларда. Бұлар енді продуктқа ашып күйді. Енді алдағы уақытта бұлар үшін оңай болады. Аудиторияны анализ жасау, оның барлығы енді дамиды. Түсінесіздер ғой, иә? Алдағы бір жылда бұлар өте қатты өсіп кетуі мүмкін. Өйткені қазіргі таңда достаточно ақша құйылды. Енді капекс артты, сол үшін бағасы құлады. Енді бұларда результат енді басталады. Именно акция жағынан көрсеткіштер. Қалғандарыңыз жазып жіберіңіздер. Қалғандарыңыз тоже жазып кетсеңіздер. Әрине бұл біз ұсынатын тек қана бір 3 компания, негізі компаниялар достаточно көп. Бүгін негізі 5 компания деп ойлағам. Бірақ ұзақ болып кетеді просто. Түсінесіздер ғой, иә? Ұзақ болып кетеді. Сондықтан әр 2 апта сайын может біз тағы да компанияларды айтып отырамыз. Сол кезде осы компаниялардың көрсеткіштерін сіздермен тағы бір талдап өтетін боламыз алдағы уақытта. Түсінесіздер ғой, иә? Алдағы уақытта. Қалғандарыңыз жазып жіберіңіздер. Netflix бойынша, Uber бойынша және де Meta бойынша. Әрине енді риск жағына келетін болсақ, рискі ең төмені Meta компаниясы. Ол нәрсені түсінікті, иә? Meta компаниясының рискі ең төмені болады. Одан кейінгісі Uber, одан кейінгісі әрине мен уже үшеуін әдейі үш қатар көрсетіп қойдым. Өйткені риск жағынан біріншісі төмені Meta, одан кейінгісі Uber, одан кейінгісі осы. Бүгінге осы үш компанияны көрсеттім сіздерге. Үш компанияны қарасаңыздар болады, бақыласаңыздар болады. Алдағы уақытта бұларды тоже сіздерге көрсететін боламыз. Алдағы уақытта. Google жасаңыздар көрініп тұр барлығы. Netflix-ке NFLX деп тұрады. Түсінесіздер ғой, иә? NFLX. Әрине бұл жерде көп нәрсе айтылмады. Түсінесіздер ғой, сіздердің точный рисктеріңіз, точный стратегия, портфельдегі мөлшері, оның барлығы енді бұл көбінесе мен курс мүшелеріне бұл ақпараттар толық беріледі. Түсінесіздер ғой, қандай жағдайда көбірек сату керек, қандай жағдайда көбейту керек деген сияқты нәрселер бар, білу керек нәрселер. Солармен бірге қарастырсаңыздар, әрине бұл идеальный болады. Давайте тикер жазып жіберейік. NFLX. Бұл Netflix, иә? Бұдан кейін Uber'дікі сіздерде қазір көрсетемін сіздерге. Uber'дікі. Айтып кететін нәрсе, өздеріңіздің рисктеріңізге қарап аласыздар, достар. Ол нәрсе әрине точно ол бойынша да өздеріңіз бойынша білулеріңіз керек ол бойынша. Uber'дікі сіздерде Uber деп тұрады ғой. Түсінесіздер ме? Uber'дікі Uber. Метаныкін білетін шығарсыздар, иә? Метаныкін мета деп жазасыздар болды. Не бойынша? Бұл нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Енді қараңыздар. Жалпы курс бойынша сіздерге қысқа бойынша айтып өтем. Егер сіздерде қызығушылық болатын болса, тоже жазыласыздар. Қызық емес болса, әрине сіздер өткізе саласыздар. Мен қазіргі таңда курс жүргізем. Бізде просто так курс емес. Түсінесіздер, просто так курс емес. Бізде 1,5 айлық сабақ болады. Полный түсіндіреміз, анализ қалай жасалу керек, отчеттарды қалай оқу керек, барлығын көрсететін білім айтқанда. Толық өздеріңіз түсінгілеріңіз келсе бұл сфераны. Өйткені рисктер, полный риск туралы айтқан жоқпыз, бірақ рисктер әрине бар. Түсінесіздер ғой, иә?
Сосын консультация болады. Просто так біз оқытып қоймаймыз и артынан консультация жүргіземіз адамдарға. Өз курс мүшелерімізге жеке консультация. Сол жерде капиталын, стратегиясын, қанша мөлшерде алу керек, қалай алу керек, не істеу керек, сол бойынша жеке өзім сөйлесіп, толық түсіндіремін. Түсінесіздер ғой, иә? Осындай нәрсе бар. И плюс аналитикалық канал бар, тек курс мүшелеріне арналған. Бұл аналитикалық канал. Бұл аналитикалық каналда біз өте көп сделкалар, компаниялар туралы айтылады. Компаниялардың бағасы, сату бағасы, қай кезде сатамыз, қай кезде сатып аламыз, қай кезде усреднять етеміз, оның барлығы осы курс мүшелеріне арналған аналитикалық каналда болады. Түсінесіздер ғой, иә? Бұл үш түрлі жүйе былай айтқан кезде біздің курс мүшелеріне жасалынып жатқан жүйе. Одан да бөлек тағы да біз папка қосамыз. Ол папканың ішінде әр компанияның волатильностіне байланысты, рискіне байланысты портфельдегі мөлшерін көрсететін бізде тағы бір папка қосылады курс мүшелеріне арналған. Түсінесіздер ғой, иә? Сіздер просто так сатып алмайсыздар, қандай мөлшерде сатып алу керексіздер, сол бойынша сіздерге примерный болжам беріледі ол жерде. Бұл алдағы уақытта қосылады. Пока үшеуі уже қосылып тұр сіздерде. Яғни бұл курсты аяқтаған адамдар отчет деген нәрсені біле тұрсыздар, иә? Осы отчетты дұрыс зерттеуді біледі. Компанияның акциясы не үшін қымбат, не үшін арзан, не үшін арзан болып тұр, оның барлығын түсінеді. Облигацияларды зерттеуге ETF бар, нарықтағы циклдер, портфель бойынша, және де ең главный нәрселердің бірі мына форма 250-270 форма деген нәрсені тоже біз қазір енгізіп жатырмық. Ол почти көп жерде жоқ, оны білесіздер. Әсіресе қазақша аудиторияда мен ойымша бұл нәрсені ешқандай курста енгізілмеген. Яғни біз 250-270 форманы тапсыру бойынша толық видео сабақтарды саламыз. Сол видео сабақтарда и Zoom сабақтарда бұны көрсетеміз. Түсінесіздер ғой, иә? Соған қарап сіздер просто қайталайсыздар и сол арқылы өздеріңіз декларацияларыңызды тапсырасыздар. Ол жерде де риск бар, оны сіздер білесіздер. Оқу форматты Zoom сабақтары болады. Айтып өттік. Сосын жеке консультация и платформада жаңағы запистердің барлығы сақталады. Сол жерден көресіздер. И аналитикалық каналда толық ақпарат беріліп отырады. И ол Telegram каналда курс мүшелеріне арналған жабық Telegram канал. Давайте не сұрақ қойып жатсыздар. Вот айтып отырмын ғой, 250 мен 270 форманы почти еш жерде жоқ деп айтсақ болады, түсінесіздер ма? Ол тоже оңай емес. Сіздер оны қазір мүмкін қазіргі таңда ешқандай қиындықтар туындап жатқан жоқ, но болашақта қиындықтар туындаған кезде өте үлкен штраф төлейсіздер. Онда сіздер алдын ала ескерулеріңіз керек.